арасында кредит алғысы келіп жүрген, бірақ қалай тиімдірек алуды білмей жүрген, немесе кредит алатын жастан асып кеткен жандар бар ма? Бар болса, плюс қалдырып кетіңіздерші. Ал ендеше сіздерге айтайын, менің танысым бар, яғни кредит шығарып береді 21 жастан 65 жасқа дейін, және де пенсионкаға еш қарамайды, минимальный сумма 50 мың теңгемен максимальный 5 миллионға дейін сумма шығарып береді. Тек қана сіздердің төленбей тұрған зайымдарыңыз болмау керек, ал кредит болса бола береді. Ал ендеше оны қалай аламыз, қайқа жазамыз дейтін жандар, осы WhatsApp-қа немесе Instagram-ға жазсаңыздар болады. Баршаларымызға күйеуім екеуміз жазды шығарып алдық. Қайда шықтық? По делам, в общем. Әркім өз жұмысын. Өз пайдасын ойлап бөліп барады. Өздерінің өз жұмысы бар, менің өзім. Бұл менің жұмысым. Ар жаққа не салуға барады, посылка салып жүреді. Мен тоже больницаға, бірге істейміз. Поликлиникаға барып жатырмыз. Не керек, врачыма барып спрейімді, қандай спрей себебім, соны істемесек болмайды. Айтыңыздаршы, освежитель воздух деген ол бәрі көмектеспейді ғой. Қалай? Ощущение воздуха. Соны алайық дейді. Жарайды, алсаң алайық. Или пробный біреулеріңіз беріңіздерші, көрейік бір күн үйге қойып. Егер катит, егер нормально кетсе, онда аламыз біз. Бір күнге беріңіздерші, кімде бар? В общем, сол көмектеседі деп 2-3 адам жазды да. Тоже албаңыз деп, ком тағып қоясыз деп. Сосын сіздерге айтып жатырмын, алып алайық деп. Жаңа көрген Каспий магазинін 80, в общем, 70, 60 бар екен арзандар. Сол, в общем, ойбай жан. Қауқар екен ағай ыстық қой. Өзіміз кроссовымыз киіп алдық. Puma, біреуіміз Adidas. Че там? Жуып ағамыз айтты. Мен жуған жоқпын, екі новый. Алғалы енді киіп жатырмын ғой. Мен маған беріңіз. Сіздігін жуып бердім, мен қышты болып қалды. Таза. Солай Жаным, соны жаттап алып не айта бересің? Анау. Айтшы, мен айта алмайым. Басқа нәрсе айтып кетті. Менің әлемім. Азынан айтшы, азынан. Айта алмайым ше, просто қызық қып айтты оны. Басқа шағып өзі шығарып алды. Кәсіп. Солай. Енді поликлиникаға барып жатырмыз.